Алматыда ортопедиядағы ең озық технологиялардың бірі таныстырылды. Нөмірі 4-ші қалалық клиникалық ауруханада ірі буындарды эндопротездеу бойынша бірегей ота жасалды. Дәрігерлер ТМД елдерінде бұрын соңды қолданылмаған робот көмекшімен шетелдік мамандардың қатысуымен шеберлік сағаттарын өткізіп, тәжірибе алмасты. 2 күнге жоспарланған шеберлік сағат аясында тізе буынын толық эндопротездеу бойынша тәжірибелік және көрсетілімдік оталары жасалды. Бас аяғы 8 операция өтеді деп көзделген екен. Мамандардың айтуынша роботтандырылған жүйе ота дәлдігін арттырып, хирургиялық қателік тәуекелін азайтуға және науқастың оңалу кезеңін жеңілдетуге мүмкіндік береді. 73 жастағы Базаргүл Отарбекова 4-ші дәрежелі артрозға шалдыққан екен. Былтыр оң аяғына ота жасатып, биыл тізесін толық емдеуге ниетті. Аяқтың әлегімен сандалып бір аяғым жақсы болды. Бұны 3 рет реабилитацияға жаттым. Содан уже не жасатады ғой физкультура. Сондай жасасам, сол аяғым жарамайды ғой, уже көзімнен отын жақып кетеді. Содан келдім, реабилитолог бар болмайды деді. Қазір роботпен жасайды деді. Соның кішкене переживаттап отырмыз. Қандай болады білмеген нәрсе деп. Нөмірі 4-ші қалалық клиникалық ауруханада 2012 жылы эндопротездеуге бағытталған бейінді бөлімше ашылған. Содан бері мұнда жамбас, тізе, иық және шынтақ буындарын алмастырумен қатар, ірі буындарға толық және ішінара ревизиялық эндопротездеу оталары жүргізіледі. Халықаралық тәжірибе алмасуға бағытталған жиында травматология мен ортопедия саласына оң серпін беретін бірегей әдістер талқыланды. Сондай-ақ мамандар жоғары технологиялық шешімдерді жүйелі түрде енгізу процесін қарастырды. Кезекті роботты қолдану арқылы жасалынып жатыр операция. Бұл роботтың ерекшелігі өзі 3 түрлі робот болады әлем бойынша. Ол активті, жартылай активті және пассивті. Бүгінгі робот бұл пассивті робот. Бұған дейін біз жартылай активті және активті роботтарды қолданғанбыз. Енді бүгін осы пассивті роботпен тізе буынын алмастыру операциясы жасалынып жатыр. Роботтың көмегімен процесс жеңілірек өтеді. Бұл технология әлем бойынша өте танымал. Қазақстанға осы робот ассистентті енгізіп жатқанына қуаныштымын. Салада түрлі әдіс бар. Біздің робот осы әдістің қорғаушы күші. Ол имплантты науқастың жағдайына қарай асқан дәлдікпен өлшеп, қондыруға мүмкіндік береді. Бүгінге дейін ауруханада 25 мыңнан астам науқасқа буын алмастыру отасы жасалған. Биылдың өзінде 2200 операция орындалса, 2024 жылы эндопротездеу бойынша 1800-ге жуық ота өткен екен. Мамандар жаңа роботтарды жұмыс барысына енгізу елдегі роботтандырылған хирургияны дамытуға серпін беріп, отандық медицинаның мүмкіндігін едәуір кеңейтеді деп отыр. Әйгерім Пернебек, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы.